Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін мен сіздерге арнап штанга гантельдің көмегімен орындалатын бицепске арналған топ жаттығуларды көрсететін боламын. Ал егер де сізде штанга гантель болмаса, онда сізге де арнап лайфхактарды көрсететін боламын. Олай болса достар, біз видеомызды бастаймыз. Видео басталмас бұрын төмендегі қызыл подписаться мәзірін басып, жандағы қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Арнаға жазылып болсаңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз. Бірінші жаттығу бізде штанганың көмегімен орындалады. Алдыға сәл еңкейіп, максималды бицепсті іске қосуға тырысамыз. Және де соңғы қайталымдарға келіп, қолымыздың шамасы келмей бастағанда сәл раскачка береміз, бірақ белді майыстырмаймыз, ол өте маңызды. Ал егер де сізде штанга болмаса, дәл осы жаттығуды гантельмен де орындауға болады. Келесі жаттығу отырған қалыпта немесе тұрған күйі гантельді кезек-кезек көтереміз. Көтерген кезде тезірек, түсірген кезде жайырақ түсіруге тырысамыз. Келесі жаттығу видеодағыдай қолды тігінен ұстап, кезек-кезек көтереміз. Бұл жаттығу қолыңызға қосымша әсемдік береді. Келесі жаттығу 21 жаттығуы. Атақты бодибилдер Ронни Колманның ойлап тапқан жаттығуы. Видеода көрсетілгендей қолды бел ортаға дейін 7 рет көтеріп аламыз. 7 рет көтеріп болған соң, орта белден жоғары қарай тағы да 7 рет көтереміз. Және барлығын қосып, толықтай 7 рет көтереміз. Бұл жаттығуды барынша бицепсті сезуге болады. Достар, егер де сіздерде штанга гантель болмаса, дәл осылай видеодағыдай өзіңізге қажетті салмақты ағашқа немесе темірге байлап, дәл осылай жасасаңыз болады. Және де молот жаттығуын дәл осылай видеодағыдай етіп, тікесінен жасасаңыз болады. Достар, осымен менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алда тағы қызықты әрі пайдалы видеолар болады. Сол қызықты видеолардың бірінде көріскенше аман сау болыңыздар.